Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгін әдеттегідей ауыл шаруашылық құстарын қалай бағу қажет, не береміз, қалай ұстап жатырмыз, сол бойынша өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөлісетін боламын. Егер достар каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, видеоға лайк басып, біздің каналдың дамуына өз септіктеріңізді тигізіп отырыңыздар. Достар, көріп жүргендер болса білет, бұларды мен балапанға жұмыртқаны инкубаторға салғаннан қалай бақтым, қысымен не бердім, не ішкіздім, сол бойынша алдыңғы видеороликтерде айтылған. Егер қызық болса, каналға кіріп, сол видеоларды көріп шықсаңыздар болады. Яғни өз жерде қандай ауру болады, не беріп, қалай емдейміз, қалай алдын аламыз, сол бойынша ақпараттармен бөліскен. Достар, енді бүгін сіздерге мынау уже жұмыртқалап жатқан тауықтың күтімі бойынша ақпараттармен бөлісетін боламын. Бұларға қазір 152 күн болды, яғни 5 айдан асты. 24-ші қараша айында шыққандар 4,5 айдан бастап жұмыртқаға енді. Енді ол кезде барлық емес, ол кезде бір күніне бір 5-6 ау туып тұрды. Қазір 5 ай болған кезде уже күніне 25-20 соның арасында жұмыртқалап жатыр. Мынау оның жұмыртқалары әлі майда, ішінде біреуі ғана сәл нормаға сәйкес келеді, қалған бәрі өте кішкентай. Енді мынандай жаңағыдай жұмыртқа туатын уже көбейту қажет. Соған енді мына жерде бір үйде жатқан бір баллондарды алып, ішіне шөп сақ қойдым. Ол да болады. Былай жасап қойдым. Неге? Өйткені мекиендер жаңағыдай жұмыртқа туатын қолайлы жер болмаса, уже таласады. Сөйтіп тұрғанда бір жұмыртқа жарылады да, екінші тауық оны шұқып, сонымен уже тауықтарда жұмыртқаны шоқу деген нәрсе пайда болады, яғни өзінің жұмыртқасын жеп қою деген нәрсе. Енді оның да тағы бір себептері бар бірнеше. Енді достар, бұл кезде біз не береміз? Қазіргі таңда бізде тек қана кәдімгі бидайды беріп отырмыз, басқа артық зат беріп жатқан жоқпыз. Негізінен құрама жем беру қажет. Менде қаржылай проблема болғаннан кейін қазіргі таңда мен тек қана бидай қойып кем. Бірақ енді ай аяқталды, Құдай қаласа ақша болады, уже құрама жемге өткіземіз. Өткізу керек. Неге? Өйткені мына жұмыртқаның кішкентай болып жатқанының бір себебі ол мына жемнің сапасыздығы. Одан кейін егер құрама жемге қалта көтермесе, кәдімгі бидай беріп күнделікті 3-4 сағат сыртқа көк шөп жегізіп тұруға қажет, сыртқа жіберіп отыруға қажет та. Бізде дәл қазір сондай күтім болып тұр. Яғни тек қана бидай береміз, ал кешкі уақытта жұмыстан келгеннен кейін құстардың барлығын огородымыз бар, сол жерге барып жібереміз, сол жерден көк шөп жейді, сөйтіп жұмыртқалап жатыр. Енді тағы да бір нәрсе, бұл жұмыртқалап бастаған кезінде сапалы жем жеу қажет. Мүмкіндігінше. Егер мүмкіндік болмаса, жаңағыдай жайылымға жібересіздер. Әдеттегідей су беру жүйесі кәдімгі непельный жүйе. Мына нәрсенің барлығы сатылады. Бір 300 теңгеден ба, сондайдан тұрады. Кәдімгі пластикті жүргізіп қоясыздар. Сонымен ары қарай тауықтардың бәрі іше береді. Бұның бір жақсысы, бір толтырып қойсаңыз, 2-3 күнге дейін не қылады? Су ішіп тұрады. Мына жақта тағы да бір тауығымыз жұмыртқалап жатыр. Құдай қаласа, тағы 2 аптада бұның 50 мекиен болса, 50 жұмыртқа, 50 емес, енді 47-48 тауық жұмыртқасы күнделікті шығып отырады. Құдай қаласа, қалай оны аштырамыз ертең? 1000 жұмыртқалы инкубаторды өзім қолдан жасағам. Соны да көрсетеміздерге. Қалай жасадық, қанша ақша кетті дегендей. Достар, каналға тіркеліңіздер, видеоға лайк басыңыздар. Құдай қаласа, келесі жолы сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Комментарийға сіздер сұрақ қалдырыңыздар. Құс шаруашылығы бойынша қандай күтім деген сияқты, мысалы қандай ауруға, қандай вакцина алу қажет, қандай Қазақстанда аурулар кездеседі деген сияқты бір қызықтырған сұрақтарыңыз болса, қалдырып кетіңіздер.